Тәрбиеші ол жүрегі жақсылық пен жаңалыққа толы тұлға. Сол бойындағы барлық білім мен білікті тәрбиені баланың жүрегіне жеткізу үлкен қасиет. Ел есінде 1 жыл қалғың келсе ас бер, 10 жыл қалғың келсе ағаш отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе бала тәрбиеле дейді дана халқымыз. Баланың ой өрісін дамытуға, олардың қиялына қанат бітіріп, тіл байлықтарының молаюына біздің тәрбиешілердің сіңірер еңбегі орасан. Мен Достанбаева Қаршыға Мейрамханқызы, Қостанай облысы Амангелді ауданы Жұпар бөбекжайында тәрбиеші болып қызмет атқарамын. Театр әлемі бұл баланың қиялын дамытып, оның тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруда маңызды рөл атқаратын тәрбие мен білім берудің тиімді құралы. Театрландырылған ойындар арқылы балалар қоршаған ортаны танып, тіл байлығын арттырады және сезімдерін еркін білдіруге үйренеді. Сондай-ақ біздің балабақшамызда үстел үсті театры, саусақ театры, көлеңке театрлары жұмыс жасайды. Сонымен қатар балалар балабақшамызда күннің екінші жартысында құм терапиясына барып жұмыс жасайды. Құм терапиясы бұл құммен ойнау немесе сурет салу арқылы адамның ішкі жан дүниесін, сезімдерін және шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталған әдіс. Мен қатар тәрбиеленушілердің аса қызығушылықпен барып жұмыс жасайтын орындардың бірі ол Лего технологиясы. Лего технологиясы бұл балалардың оқыту мен дамыту үшін шынайы әлемнің 3 өлшемді модельдерін және пәндік ойын ортасын пайдаланатын заманауи педагогикалық жүйе. Ол баланың тұлғалық дамуына, танымдық белсенділігіне және шығармашылығына тікелей әсер етеді. Жасыл балабақша жобасының негізгі мақсаты балабақшада экологиялық білім мен тәрбие беру жүйесін жетілдіру арқылы балалардың табиғатты қорғау мәдениетін, экологиялық ойлау қабілеті мен жауапкершілік сезімін қалыптастыру.